Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен театр өнері мен мәдениеті бөлімі бойынша берілген соңғы театр жанрлары мен түрлері деген тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымызда мәтіннің баяндау желісін сақтай отырып, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы құралған аннотация мен тезисті ажырататын боламыз. Сонымен қатар жай сөйлемдерді есімізге түсіреміз. Ең алдымен аннотация аңдатпаға келейік. Аңдатпа дегеніміз аннотация сөзінің қазақ тіліндегі баламасы. Кітаптың, топтама жинақтың, қолжазбаның мазмұнын оқырманға қысқаша баяндау. Ол кітаптың, мақаланың мазмұнын, саяси идеялық бағытын, құндылығын түсіндіретін қысқаша сипаттама. Мысалы, мына аңдатпаға мән берейік. Бұл аңдатпадан байқағанымыз кейс әдісінің артықшылығын, кейс технологиясы мен басқа оқыту арасындағы айырмашылықты, сонымен қатар ол кейс оқытудың мүмкіндіктеріне мысал келтіреді. Яғни біз бұл мақаланы қандай және не туралы болатынын аңдатпа арқылы ажырата алады екенбіз. Ендеше қазір біз сіздермен театр жанрлары мен түрлері мәтінмен танысамыз. Театрдың көптеген жанры мен түрінің бар екендігін барлығымыз білеміз. Дегенмен де сахнада көретініміз тек бірнеше түрі ғана. Мынандай түрлерін біле бермеуіміз мүмкін. Солармен танысайық. Мим қысқа әрі тосыннан шығарылған сатиралық бағыттағы антикалық халық театрындағы комедияның бір түрі. Акробаттар мен сиқыршылардың сөзсіз қимылдары көрініс алатын бұл жанр гректер мен римдіктердің сүйікті сахналық қойылымы болған. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың аяғында халық сауығының бір түріне айналған. Кейіннен бұл жанр әзіл-әжуа ету, сынап мінеу өнеріне айналды. Моралите 15-16 ғасырларда пайда болған. Кейіпкерлер әртүрлі адамгершілікті және жағымсыз қылық иелерін сомдайтын батыс еуропалық ғибратты аллегориялық драма. Фарс 19-20 ғасырларда сықақты комедияға негізделген жеңіл мазмұнды күлдіргі қойылым. Феерия фантастикалық қойылымға негізделген әсерлі қойылатын театр жанрының бір түрі. Фриаки ежелгі Грекиядағы халықтық театрлық қойылым, құдайлар мен батырлардың қызықты бастан кешкен оқиғаларын сахналайтын шағын импровизациялық әзілді қойылым. Водевиль ән шумақтармен және би қимылдармен қойылатын комедиялық пьеса әрі драмалық өнер түрі. Оперетта музыкасыз диалогке құрылған жеке музыкалық театрлық қойылым. Оперетта күлдіргі сюжетпен жазылады да операдан шағын болады. Опереттада жеңіл әрі танымал мінез-құлық көрініс табады. Фиаба Карло Гоцци құрған италиялық театр мен драматургия саласына ортақ жанр. Фиаба диалектикалық сопсалмалық оқиға негізінде жазылатын трагикомедиялық әңгіме. Құрметті оқушылар, бұл мәтін арқылы біз сіздермен театр жанрлары мен түрлерімен таныстық. Біз театр түрлері мен жанрлары туралы не білеміз деген сұраққа осы мәтіннен жауап алдық. Ендеше берілген жазба жұмыстарын ажыратайық. Аннотация ма әлде тезис пе? Сонымен, бірінші берілгені тезис. Дәлелдейік, өйткені әрбір бөлім мен мәтін бөліктерімен азат жолдарға берілген атаулар. Аннотация себебі бұл мақаланың не туралы екендігіне қысқаша сипаттама беріліп отыр. Сол себепті сіздерге тапсырма. Театр өнері мен мәдениеті тақырыбында баяндамаға тезис жазыңыз. Ол үшін театр өнері мен мәдениеті бөлімі бойынша өткен тақырыптарды қайталап шығасыз. Әр өткен тақырыптың әрқайсына шағын тезис жазасыз. Тезисіңіз 2-3 сөйлемнен құралуы керек. Енді сіздермен бірге жай сөйлемдерді қайталайық. Тұрлаусыз мүшенің қатысу-қатыспауына байланысты сөйлемдер жалаң, жайылма сөйлем бөлінеді. Егер сөйлемде тек қана тұрлаулы мүшелер ғана болса, оны жалаң сөйлем дейміз. Егер де сөйлемге тұрлаусыз мүшелер қосылса, оны жайылма дейміз. Бастауыш немесе баяндауыш. Егер сөйлемге
бастауыш сөйлемде бастауыш болатын болса, немесе жасырын тұрса да баяндауыш арқылы табуға болатын болса, оны жақты сөйлем дейміз. Ал сөйлемге негіз болатын баяндауыш негіз болса, ол сөйлемді жақсы сөйлем дейміз. Іс-әрекеттің орындалмауына байланысты сөйлемдер болымды, болымсыз болып бөлінеді. Егер іс-әрекеттің орындалғанын немесе орындалатынын білдірсе, ол сөйлем болымды. Ал егер де орындалмайтынын білдірсе, болымсыз сөйлем. Баяндауыштың жасалуына қарай сөйлемдер есімді, етістікті болып бөлінеді. Егер баяндауышымыз есім сөзден жасалса, яғни зат есім, сын есім, сан есімнен жасалса, ондай сөйлемді есімді сөйлем дейміз. Ал егер де баяндауышымыз етістіктен болатын болса, онда етістікті сөйлем дейміз. Ойға қатысты мүшелердің қатыспауына қарай сөйлемдер толымды, толымсыз болып бөлінеді. Егер сіздің сөйлеміңізге ойға қатысты барлық мүшелер болса, онда толымды сөйлем дейміз. Бұл жерде без барлық сөйлем мүшелерінің қатысуы міндеттелмейді. Тек ойыңызға қатысты мүшелер қатысса, оны толымды дейміз. Ал егер сіздің сөйлеміңізге ойыңызға қатысты қатыспай тұрса, белгілі бір сөйлемдер, оны толымсыз сөйлем дейміз. Және соңғысы, оқиғаны баяндамайды, тек қана атауын беретін сөйлемді атаулы сөйлем дейміз. Құрметті оқушылар, біз сіздермен жай сөйлемдерді қайталап шықтық. Ендеше өткенімізді есімізде түсіру үшін және қаншалықты меңгергенімізді білу үшін қазақ тілі оқулығы 173-175 бетте берілген өзіңді тексер айдармен берілген тест тапсырмаларын орындауыңыз керек. Берілген тапсырмалар сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін.